Жайдарбек Күнғожинов каскадер әрқашан тәуекелге баруға тиіс дейді. Әйтсе де, ол кейбір трюкті орындамас едім дегенді айтады. Мысалы, үлкен биіктіктен суға секіру, жақсы дайындық болмаса, өте қауіпті болуы мүмкін дейді. Каскадерлар қаншалықты ержүрек болып көрінгенімен, оларда да қорқыныш болады. Жайдарбектің айтуынша, бірде көшпенділердің түсірілімі кезінде шабандоз астындағы атымен бірге бір бүйірге қарай құлауы тиіс болады. Бірақ ол аттың қалай қай жерге құлайтынын түсінбей қатты қорқады. Сол кезде фильмде трюк қоюшы болған америкалық каскадер және актер Владимир Орлов аттың қай жаққа құлап жатқанын түсінгенше соңына дейін отыр, содан кейін қарама-қарсы жаққа құла деп үйретеді. Ал Күнғожинов болса тезірек аттан секіру керек, себебі жылқы ірі жануар, салмағы жарты тонна, тез құлайды. Оның қай бағытта құлайтынын түсініп